Ергеш, Не болды? жүгіріп барып маған сушне алып кеш. Сенің несің дұрыс па негізі? Мен саған нейтіп жұмсайтында ең соңы чорт емес, мұқтың ба? Өз атауыңды өзің алып іш. Немістен мына сөздер үшін бұл мектепте жүргізбей тастаймын, ұқтың ба? Менің алдымда олай жыртылмаш. Бір емес, екі емес қойманың ғой қайта-қайта. Сен өзің кіммін деп тұрсың? Все, тихо, успокойтесь, Сербалага идет. Істеп тұрсыңдар екеуің, жіберей. Жайма сендердікі? Анау ғой жаңадан келіп опастан. Қолынан түк те келмейді ғой. Көкірегіңді кере бермеш. Бол доғар сөзді. Қараш бұларға. Не болды, не жетпейді сендерге? Не деген сұмдық мынау? Осылай төбелесе бересіңдер ме, қыз боп, ұл боп? Кешіріңіз аға, енді қайталанбайды. Әрине қайталанбайды. Екінші қайталансыншы, мен сендерді тура директорға барамын. Түсінікті ғой сендерге? Не істеп тұрсыңдар? Бар сабақтарыңа. Екінші күнге тағы төбелесіп келмейді. Сендер мені түсінбесеңдер, басқасына не үміт күтуге болады? Марал, кішкене сабырға кеш, үйді басына көтерме. Айттық қой барлығы өз уақытымен болады деп. Осы сендер мен аузыма қақпақ болмай-ақ қойыңдаршы. Шаршап біттім уже. Не шулап жатыр мына жақта? Тағы да сен ба шулатып жатқан? Жоқ, әке барлығы дұрыс, біз жай әшейін. Әншейін? Мен ана жақта бәрін естіп тұрмын ғой. Сендер осы орғы болмайтын бір армандарыңмен әбден миды ашып бітірдіңдер ғой. Қашан қайтам мен сендерге? Қазір армандайтын уақыт жоқ. Жатпай тұрмай ақша табу керек. Ал сендер болсаңдар, арман. Әне, қарашы Марал, не істегеніңді? Баж-баж етіп барлығымызды тығырыққа тіреп қойдың. Қойыңдар. Бір жағынан Маралды, ке дұрыс негізі. Қаншайым, осы сен неге сонша шахматқа құмарсың? Шахмат стратегия сияқты қызықты ойын ғой, сіздер оны түсінбейсіздер. Соны өзім де түсінбей отырмын. Одан көрі қызықты, пайдалы дүниелерді ойлау керек қой. Мамасы-ау, баланы шатастырмасаңшы. Өзінің таңдауына кедергі жасама. Кстати, пап, купите мне iPhone 16 Pro Max. Доча, мен саған өткенде ғана 15 Pro Max алып бердім. Но его цвет меня уже стал бесить. Я хочу серебристый iPhone 16. Зере, пожалуйста, сен айфонды қоя тұршы. Мен бір ән жаздырып, клип түсіріп алайын. Оу, сендер тоқтаңдар. Алдымен мен Калифорнияға жаттықтыруға жіберсін. Сосын қалғандарының кезектерін келеді. О, балалар, сендер неге бізбен ақылдаспайсыңдар осы? Мам, не ақылдасатын бар? Біз үшін әуетін шығарсыздар енді. Жарайды, балалар. Мен сендердің таңдауларыңды әрқашанда қолдаймын. Тек маған кішкене уақыт беріңдер, жарай ма? Мен аздаған уақыттың ішінде сендерге миллионнан артық сумманы тауып бере алмаймын. Жарай ма? Ой, пап, не болды сонша ақшаңызды қызғанып? Бергім келмейді дейсеңші одан да. Қаншайым, сен не олай дейсің? Жарайды енді, мамасы. Айта берсін. Кішкентай боламыз ба? Доча. Қане, қайсысын үйлесін? Құрметті ұстаздар, сіздерді жинауымның себебі бар. Ол мынадай мәселе. Мынау Оразбаевтар мен Сүлейменовтерді бірдеңе қылу керек. Мынау сұмдық. Мынау мектебіміздің бұрыш-бұрышында төбелесіп қысы бар, ұлы бар, мынау тоқтату керек бұларды. Бір амалын қылайық. Ақылдасайық. Енді олар ғана Оразбаевтардың мектепке жаңадан келген кедергі болған шығар. Оның үстіне Сүлейменовтердің жағдай жақсы болғандықтан өздерін биік ұстап әлімжеттік көрсеткісі келетін сияқты. Дұрыс айтасыз. Ол да бар. Менің айтпағым, мынау сіздердің әрқайсыларыңыздың сыныптарыңызда сол Сүлейменов пен Оразбаевтардың балалары оқиды емес пе?
білмеймін, ата аналарын шақырайық, болмаса жиналыс ашайық, болмаса бір ашық сабақ жасайық, бір тәрбиеге байланысты. Бір амалын қылайықшы, өтінемін, а? Сіз бізде директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасар емессіз бе? Осы мәселені өзіңіз қолға алуыңыз керек деп ойлаймын. Иә, дұрыс негізінде. Біз енді 4 мұғалім, 4 сыныпты басын біріктіре алмаймыз ғой. Сіз енді бір жоспар құрастырып, бір шара қолданыңызшы. Қалай болар екен ол, а? Так. Жарайды, қыздардың сабағын. Ашық сабақ. Былай енді дайын, бірақ көңілділердің керек. Мерей, жүрсің үйірмене барасың ба? Я, әрине барам. Арнұр, сендер үй жаққа ертерек барасыңдар ғой, я? Иә, мен де залда көп болмаймын. Барығыңдікі бір бақытта емес па сонда, мен кеттім мұндай жаққа. Где наш водитель? Мы же опоздаем на кружок. И осыны шығарып басқасын ал деуге еді папаға. Өмірге шығып жүреді. Қойындар, оуды біреудің әкесі ғой, ят болады. Қойшы Сұлтан, қашаннан жанашыр болып қалғансың? Жақсы кісі ғой просто, баяғыдан бері қасымызда жүр. Да он не останется голодным, не переживайте. О, звонит. Пойдемте, кажется, он подъехал. Ты тоже участвуешь в этом кружке? А тебе какое дело? Девочки, вы знаете друг друга? Я просто толком злой. Как же я ненавижу. Так, стоп, ваши разборки меня вообще не касаются. Повернулись и начали танцевать. На счет 3. И раз, два. Сен тақ шына ұстадың ба? Еліңді жинашсы? Сен немене маған қапай өттің? Не істеп жатсыңдар? Тыныш болды. Не шегірткен аяқ ұстап бір-біріңе секіріп, а? Жақында чемпионат болады. Қазір кім жеңеді, соны чемпионатқа апарамын. Өздеріңді рингте көрсетіңдер. Давай, барыңдар, болыңдар. Мен чемпионатқа барып, өзімді дәлелдеуім керек. Бұл маған үлкен мүмкіндік. Сәлем, балақай, біреуді іздеп жүрсің бе? Сәлеметсіз бе ағай, менің шахматқа қатысып мықты ойыншы болғым келеді. Біз қайда жүрсек те артымыздан қалмайды екенсіңдер осы. Ағай, мені аласыз ба? Әрине, кел, отыра ғой. И бар, басқа жаққа барып отыршы, а? Қой, қаншайым деспе оған. Ұнамайды ол маған. Жарайды, сабағымызды бастайық. Сенің менде не жұмысың бар? Сен анда жап-жауын айтып жатсың. Миым ашып кетті уже. Сен өзіңе қарап алшы. Сен сонда келмедсің ба не? Мен бұл әншілікті шын қалап, тығылып болса да келіп жүрмін. Сен сияқты уақыт өткізу үшін емес. Енді не үшін тығып келесің мұнда? Ата-анам бір жерде жұмыс істеп, ақша тапқанымды қалайды. Ата-анаң дұрыс айтқан. Андағы даусын нәңге келмейтін білген ғой. Ой, кетші бар, басымды қатырмай. Өзің кетші.
Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі номерге хабарлассын. Каз Продакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Сен мұнда не істеп жүрсің, а? Итпен іздеп жүрмін ғой мен сені көшеде. Сауап болды, одан бәрібір ештеңе шықпайды. Оу, баланы жұрттың алдында жер қылдырғаныңызды сағын сындырдыңыз ғой. Мен бұған тез кел, жұмысқа көмектесесің дегем. Ол болса жүр мұнда қаңғырып. Балаңыздың арманы осы болса, қанатын қайырмау керек. Бір арманы бар шығар. Ой, қайдағы арман? Бұлардікі жай қиял ғана. Одан да бос уақытында жұмыс істеп ақша тапсын. Өскесін түсініп алады нені не екенін. Сіздің шаруаңыз қанша? Мен қатысқым келеді шахматқа. Жүрші басымды қатырмай, қалғандары қайда? Қалай? Сендерге демалыс ұнап жатыр ма? Ой, пап, мына жерлерде жағып кеттім, жадам қыз емес. Осы неге біз елдер құсап шетелге шықпаймыз? Оған енді біраз қаражат керек қой. Үйді реттеп жатырмыз. Өздерің білесіңдер ғой. Енді қараса қызығасың, әр елде жүреді. Біз мына саябақтан басқа түк көрмедік. Сәл шыдаңыздар. Бокстан чемпион болсам, әлемді аралатам. Ты не станешь чемпионом. Ну, я слышал, что играл в каком-то турнире. Өтірік ол, кім айтты оны саған? Не хочешь признаться, да? Правда в глаза колет? Тебе істерік қысқасы қой, а? Қайда жүрсің кешігіп? Айтылды ғой бәріне бүгін жұмыс болады деп. Ұмыт кетпін жұмыс екен. Басыңды ұмытып кетпегеніне шүкір. Арнар, жүр бізге мына көтеру көмектесші. Біз Санжар екеуміз, сосын кішкентай қорыптар таси береміз. Сен мені көріп қалдың ба, өзім шаршап тұрғанда? Мылжыңдамай тез-тез сендік ертелік қайтақ үйге. Өстекші келе жатыр, байқаңдар. Сен маған айттысың ба? Иә, сенен басқа бұл жерде өстекші жоқ қой. Ерасыл, сен таяғын жеп алсаң да қоймайды екенсің. Марал, не лезь не свое дело и стой тихо. Болды, босамадаршы тағы да. Сен вообще қысырмашы, Санжар. Маман тая жететін шығар саған. Сендер не өздеріңді керемет санап тұрсыңдар? Жерге түсіңдер тәкаппарланбай. Жібер деме саған, ей! Көтер ана. Осы сендер неге сөз түсінбейсіңдер? Ақпақ құлақсыңдар ма? Бұл мектеп, біле білсеңдер. Ербол ағай, они совсем надоели, уже бесят меня. Так, былай болсын. Мен сендерге арнайы тәрбие сағатын дайындап қойдым. Сабақтан кейін маған келесіңдер. Түсінікті ғой? Түсіндің ба сен мені? Болды, тараңдар. Тара деймесіңдер. Не қарайсың? Балалар, келдіңдер ме? Жайғасыңдар. Сабақтарың бітті ма? Иә. Ал балалар, мен жақсылап тұрып тыңдап алыңдаршы, өтінем. Осы отырған әрқайсысын жеке-жеке тұлғасыңдар. Әрқайсысын, әр үйдің үмітісіңдер. Балалар, мынау
біздің бойымызда, денемізде жүрек бар. Сол жүрекке жаман сөз айтса, балағат сөздер айтса, ол не істейді? Ауырады, солай ғой, Біз дәл қазір бір-бірімізге жаман сөз айта берсек, бір-біріміздің қадіріміз кетеді, балалар. Шын айтам. Керісінше бір-біріңді бағалап, жақын тартып, дос болып жүрмейсіңдер? Соны түсінбейді ғой, кейбіреулер кері қарай тартып. Арнұр бастамайды, тыныш отырсың. Балалар, мен не айтып отырмын сендерге? Мен не деймін, домбырам не дейді? Осы тақырыпта сөйлесейікші, балалар. Достық туралы. Сендер маған сұрақ қойыңдар, мен сендерге жауап берейін. Балалар, мынаны түсініп алыңдар. Мысалы, сендер білмеймін, бөлінетін шығарсыңдар. Бай, кедей, мықты, әлсіз болып, мына қызықты қараңдар. Сендер егерде баймын деп мақтансаңдар, ол байлықтарың бір күн таусылады, Ал егерде мықтымын деп мақтансаңдар, ол сен мәңгілікке мықты болып жүре алмайсың. Сен де қартаясың. Бойыңнан қуат кетеді. Сен мысалы, мына жанында отырған баланы жамандадың, ауыр сөз айттың, Сенің абыройың өсіп кетті ма содан? Жоқ, өспейді. Ал оның абыройы түсіп қала ма? Түспейді. Сен одан ештеңе ұтпайсың. Саған біреу ұпай бермейді, ол үшін ақша бермейді. Соны түсініп ал, жарай ма? Жақсы айтыңыз, ағай. Жарайды, былай болсын. Біз бүгін достық туралы ойын ойнаймыз. Достық туралы көп әңгіме айтамыз. Және де, мінекей, телевизор тұр. Достық туралы кино көреміз. Келістік пе? Ал дәл қазір ойыннан бастайық. Дәптерлерін қойыңдар. Сөмкелерді шешіңдер. Бір қадам алға. Ал денелерің бос ұстаңдар. Көздерің жұмыңдар. Деніміз бір қалыпты. Ешқайда асықпаймыз. Ербол ағай жақсы сабақ өткізді. Басқаларыңды қайдам, маған өте жақсы әсер қалдырды. Келісем. Ал айтыңдар, Зіре, сендердің үйлеріне не көмек керек? Нам не нужна никакая помощь, что вас не утруждаете себя. Зіре, олай қырсықпандаршы, ағай жақсы тапсырма берді ғой. Бопты қойыңдаршы, ағай деп бір-біріміздің үйімізге қол болып жүре береміз, Мен қайттым болды. Ерасыл, сен өткен сабақтың мағынасын түсінбеген сияқтысың. Меніңше олай артқа тартудың керегі жоқ. Бұл тапсырма барымызға пайдалы болатынына сенімдімін. Қысқасы, біздің үйге бүгін үй қызметшісі келу керек болатын. Соның орнына өзіміз барайық. Ладно, тогда я сейчас позвоню домработнице, чтобы она к нам не приходила. Ну вот, это уже другое дело. Болды, ендеше сендер жақтан бастайық. Мынау шынымен де сендердің үйлерің бе? Әжептәуір үлкен, Сендер мынаны қанша уақытта жинап десіңдер? Жаңа естіңдер ғой, бұл үйге қызметші жалдайды. Көз қорқақ, қол батыр, қазір тез-ақ жинап тастаймыз. Хорошо, достаточно. Давай зайдем внутрь. Берейік, қойыңдар. Қалайсыңдар балалар? Үйге қонақтар қапты ғой. Мамаса, шайға. Қазір. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ой, пап, бір шай ішуге келген жоқпыз, біз жұмысымызға кірісе берейік. Қандай жұмыс ол? Нам завуч по воспитательной работе на задании помогать друг другу с домашними делами. Вот мы пришли выполнять. Алдымен мына қонақ балаларға шай бермейміз бе? Сабақтан келдіңдер, қарындарың ашқан шығар, Сол айтам. Той, мам, керек емес, біз тоқпыз. Оларды көп заман қайтады ғой. Жөнде мен сендерге не істеу керегін көрсетіп жіберейін. Жарайды. Бара қойыңдар.
Ал жақсы, онда біздің жұмыс бітті, біз енді қайтайық. Спасибо вам, вы хорошо поработали. Да не за что. Бұл біздің достық көмегіміз деп түсініңдер. Енді сендер біздің үйге баратын шығасыңдар. Ол жағын көреміз ғой, бүгін емес басқа күн шығар. Я, бүгін кеш болып қалды ғой. Бізде жарық барда үйімізге жетіп алайық. Ау, енді үйлерінен жақсы жетіп алыңдар. Бүгін күн сендермен қызықты болды. Жарайды, ертең міндетті түрде сендер жаққа барамыз. Мә, ата-аналар оларды тым еркелетіп жүрген екен, я? Я, айтпаш, үйлерінде барлығы болса да, анау керек, мынау керек деп жылай берді ғой. Осылар бүгін үйін тазалап алып, бізге келмей қояды сияқты. Үйтіп арамауға берілмей қояйық, келмесе өздерінің түсініктерінің қандай екенін көрсетеді ғой. Иә. Где Разбаева? Вы с ними разговаривали в своих классах? Сен сыныбында Мара бар емес пе? Не деді? Не знаю. Она молчала на протяжении всего урока. Мерейді тәнен сен келгеннен бір сөйлемеді. Боп, дастанда шолар араласатын адам жақындайтын еді ғой. Кетіп үйірмеге бара берейік. Зере, Ерасыл, тоқтаңдар. Сендер қайда кеттіңдер? Бізді алдайын деп шештіңдер ма? Уәделерің қайда? Сендер бүгін үндемегенге бізбен араласпай-ақ қояйық деп шешті деп ойладық. Жоқ, бізде бәр дұрыс. Керісінше біз сендер туралы жаман ойла қалыппыз. Айып етпеңдер. Жүріңдер, кеттік. Міне, нау үй біздің, жүріңдер ішке. Сендер осы үйде тұрасыңдар ма не? Неге дұрыстап жасат қыз болғансыңдар? Әзірге осыған да шүкір. Бұйыртса бәрі де болады. Мына үйде бір күндік жұмыс емес, бір айлық жұмыс бар сияқты. Сендер үстіне көңіл аудармақ қойыңдар, ішін жинастырсақ болды. Ладно, давайте начнем пораньше. Кажется, внутри тоже есть немало работы. Саламатсыңдар ма, балалар? Сәлеметсіз бе? Сәлеметпіз. Не істеп жүрсіңдер мұнда бәрің? Бізге тәрбие завучы осындай үй тапсырмасын берді. Ол қандай тапсырма? Бір-біріміздің үй шаруасына көмектесу керек, нәтиже көрсетуіміз керек. Ендеше тез көмектесіңдер де зытыңдар. Біз қазір жұмысқа шығуымыз керек, білесіңдер ғой. Сонда біздің армандарымыз жайында қалатын болды ма? Мен сендерге не айттым? Ешқандай армандамаңдар дедім ғой. Қалай түсінбейсіңдер сендер? Ұмытыңдар бәрі. Масқара, сендер өздерің жұмыс істейсіңдер ма сонда? Жастайынан жұмысқа жүгілген қиын шығар. Оның таңғалатын несі бар? Есімізді білгелі, өз қажетімізді өзіміз-ақ сатып алып үлгергенбіз. Ата-аналардың қатал екені армандарына да жол жауып қойыпты. На самом деле, наши капризы рядом с вами — это ничто. Вы видели? Я Расул Ханшаим. Поэтому не жалуйтесь, а лучше благодарите.
Так, балалар, тоқтаңдаршы. Сендерге айтарым бар. Қазір сабақтарым біткен соң ата-аналарды шақырыңдар, сосын тағы да бір тәрбие сағатын өткізейік. Келістік қой? Жақсы, бар. Ербол ағай, айтарыңыз болса тезірек айтсаңыз, біздің жұмысқа кетуіміз керек еді. Иә, әдептен озбай ендеше бірден іске кірісейік. Құрметті ата-аналар, бүгін ашық сабағымызға өздеріңізді арнайы шақырған болатынбыз. Балалар бүгін шығарма жазады. Шығарманың аты менің арманым деп аталады. Балалар өзінің ойын, арманын қағазға түсіретін болады. Сол ойларын сіздер тыңдайсыздар. Құрметті ата-аналар, жалпы балаларыңыздың арманына құлақ сала жүрсеңіздер. Ендеше балалар, дайын болсақ, дәптерлеріңізді ашыңыздар. Шығарманы бастайық. Ал, бастаңдар. Менің арманым әлемді бағындыратын боксшы болу. Біздің отбасының жағдайына байланысты менде ондай мүмкіндік жоқ. Бірақ мен өз арманыма қайтсем де жетемін деген мақсат қойдым. Когда речь идет о танце, моя душа, не находя покоя, хочет танцевать на большой сцене и получать овации публики. Неге екенін білмеймін, бірақ мен шахматты өте қатты жақсы көремін. Және чемпион болсам деймін. Үлкен сахналарда өнер көрсету, халық әртісі атағын алу мен үшін орындалмас арман болып қала бермек. Өйткені мені демейтін, қолдайтын адамдардың мақсаттары бөлек. Менің байқағаным, арманға жету жолында баланың қанатын қайыратын да ата-ананың бар екендігі. Баланы демеп, оған қолдау көрсетілетін болса, ол жас болса да тауды қопары сөзсіз. Сүйікті істің жанына серік етіп, содан пайда тапқан адам өмір бойы шаршадым деуді білмес еді. Баланда аясан аяма деген сөз орнында айтылған түсінікті. Бірақ оның таңдауына еркіндік берудің де пайдасы бар екенін ұмытпаған жөн. Менің арманым мен мақсаттарымды әрқашан қолдап жүретін ата-анамның барынан шүкір етемін. Және әр ата-ананың балаларының жүрегін тыңдап, қажет кезде қолдау білдіре алса дейтін үлкен тілегім осы. Балалардың арманы олардың болашағы үшін өте маңызды екенін ұқтыңыздар деп ойлаймын. Уақыт бөліп келгендеріңізге мыңда бір алғыс айтам. Жалпы бұдан былай балаларыңызбен жиі сөйлесіңіздер. Олардың ойын біліңіздер. Және де арманның қандай екенін біле жүріңіздер. Сау болыңыздар. Қалай ойлайсың? Шынымен де балаларымыздың жолын байлап жүрген жоқпыз ба осы? Көрпеңе қарай көсілдеген бар есіңде болсын. Ол енді жағдайға байланысты да. Сонда да өздерін еркіне қойып мүмкіндік беріп көрсек қайтеді. Қойыңдаршы осы. Қайдағы жоқ шығармаңдаршы осы. Жүр ғой топтың жұмыстарын жасап. Жүре берсін де. Тыңдашы Асқар. Біздің де арманымызды кезінде ата-аналарымыз өлтірген болатын. Сол үшін қанша өкіндік,
Енді сол нәрсені келіп тура балаларымызға жасап жатырмыз. Әділдік пе бұл саған? Білмеймін. Бәлкім сенікі де дұрыс шығар. Білмеймін. Жақында мектепте отбасылық жарыс болады екен. Соған барып қатысайық. Ана Сүлейменовтер ұқсап, балаларымызды қолдап жіберейікші. Жарайды, көреміз. Ұйықта. Сендер осы тапсырмалар кезінде не байқадыңдар? Мен біздің олармен арамыздағы жақындықты байқадым. Одан басқа ше? Біздің папа мен мама арманымызды естігенде қуанып қалды ғой. Родители Разбаева, похоже, либо слишком строгие, либо имеют низкое понимание, да? Они все время говорят своим детям работать, чтобы те работали. Да. Енді олармен біздің ата-анаға деген қарым-қатынастары көрінді ғой. Иә, біз папа мен маманы қадірлеуіміз керек, өйткені үнемі бізді қолдап жүреді ғой. Мен сол нәрсені ойланып, қатты таңғалдым да өмірімізге шүкір дедім ғой. Да, наши родители просто бесценны. Поэтому в следующий раз разговаривайте с ними вежливо. И потом, перестаньте заставлять их покупать им всякую ерунду. Хорошо. Жемедіңдер ма? О, сауыққа еттіңдер ма? Иә. Мам, бүгін біз жұмысқа бара алмаймыз. Мектепте отбасылық жарыс болады. Жарайды. Иә, айтпақшы бастыққа айтты салдыдар. Жарайды, ештеңе етпейді. Ол жағына алаңдамай қойыңдар. Шынымен ба? Неге? Бастық ұрыспайды ма сонда? Ойымдама балам. Ұрыспайды. Айтпақшы. Бүгін ата-аналар сайысына біз де барып қатысамыз. Ха? О, шын ба? Біз мұғалімдермен бірге шығамыз ба деп едік, дұрыс болды ғой. Онда жарыс басталатын кезде келесіздер ғой, иә? Әрине. Біз кеттік. Біз кеттік, жоғамыз. Жарайды, жандар. Сендер енді сабақтарыңды жақсылап тұрып оқыңдар, жарай ма? Жандарым, сол. Біз сендерге сенеміз, және сендермен мақтанамыз. Ақылдыларым менің. Спасибо, пап, мам, я вас слушаю очень. Жон, Мам, пап, сіздер әйтеуір отбасылық жарысқа бармайын деп тұрған жоқсыздар ма? Жоқ. Сендер өздерің бара беріңдер, сабақтарыңды оқи беріңдер. Біз сосын барамыз. Жарай ма? Әрине, біз сендер әрқашан қолдап жүреміз. Бәсе, қама келіздер енді ата-анасы қалып кетпейік. Жандарым сол. Біз сендер әрдайым қолдап жүреміз. Сөйтіңіздер, әйтпесе мұғалімдерді ата-ана қылып аламыз. Айтып тұрған сөзің бар. Қара өзінің. Жарайды, сабаққа кешігеміз. Тез етейік. Жүріңдер. Жүр. Сол. Ай, байқа. Бәрекелді, құрметті ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, біз сайысымызды ары қарай жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Ата-аналар сайысы басталған кезде 6 ата-ана қатысқан болатын, оның 4-еу ойыннан өкінішке орай шығып кетті. Яғни біздің ортамызда мінекей 2-ақ отбасы қалды, иә? Яғни Сүлейменовтер мен Оразбаевтар. Ойын өте қыза түсті. Яғни біздің сұрақтарымыз да өте күрделі бола бастады. Ата-аналарымыз мектепте біліммен қалай сусындады екен, соны байқайтын боламыз. Ендеше, бірінші сұрақ. Логикалық есептер. Қандай сағат күніне 2 рет айналады? Логикалық есептер. Сіздер де ойлана отырыңыздар, е? Өте қиын сұрақ. Кім бірінші болып жауап береді екен? Маған өте қызық болып тұр. Аға, Сүлейменовтер. Құм сағат. Жоқ, қателесіп кетті. Әттең-ай. Ал Оразбаевтың жауабы бар ма екен? Тоқтап қалған сағат. Мінекей, бәрекелді. Жарайсыздар, керемет, дөп түсті, яғни 10 ұпайда кетті. Ендеше, сіздерде мүмкіндік бар әлі, қателеспеңіздер. Аға, дұрыстап ойланыңыздар. Ары қарай кеттік. Әдебиеттен болады екен сұрақ.
Иә, ал дұрыстап мұқият тыңдаңыздар. Балалар, сіздер де ойланып отырыңыздар, жарай ма? Ал Абай атамыз атап өткен 5 дұшпанды ата. Сүлейменовтер. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Болсын, сіздерге де 10 ұпай кетті. Яғни Сүлейменовтер отбасы алға шығып кетті 10 ұпаймен. Оразбаевтардың болып сіздерге ойланайық, жарай ма? Ойланайық. Әлде мүмкіндік бар. Ал кеттік. Өсімдік неден көбейеді? Иә, жауаптар дайын екен. Өсімдік тұқымнан көбейеді. Жарайсыңдар! Бәрекелді. Ендеше құрметті достар, мінекей өздеріңіз бәрін көрдіңіздер. Бәрі шынайы болды, бәрі таза болды. Мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ендеше екі атананды да ортаға шақырам. Ал құрметті достар, мен сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Біздің бас жүлдеміз 500 мың теңге болатын. Шапалақ қайда? Ендеше ол ақшаны біз тура ортасынан бөлетін боламыз. 250 мың теңге, 250 мың теңге. Ендеше құтты болсын. Екі атананы құттықтаймыз. Достық жеңді. Ал, балалар, не істеп отырсыңдар? Ата-аналарыңды құттықтап қойыңыздар. Сегодня была замечательная игра, не так ли? Я керемет болды, жарайсыңдар балалар, барлығы сендердің жеңістерің. Рас. Біздер де балалардан қалыспадық. Иә балалар, керемет бір тартысты ойын болды. Сұрақ жауапта папа мен мамам алдында жан салмады ғой. Балалар, барлығын сендер таптыңдар негізі. Біз сендердің арқаларыңда сол тиіп қашып білдіртпей жүрдік қой. Ал енді Арнольд жүр біздің сүйікті үйірмемізге. Жоқ, мен бара алмайтын шығармын. Жұмыстан шақырып қалады. Жүрсіңдерші, бір-біріміздің артық кем тұстарымызды үйретіп, арманымызға жетуге көмектесейік. Білмейміз ғой енді оны. Жарыс біз ойлағаннан ерте бітті ғой. Жұмысқа барып қалатын сияқтымыз. Сендердің ата-аналарың қарсы емес, өздерің барғыларың келмей тұрған сияқты ғой. Ата-анасы бірдеңе десеңіздер. Сіздерге бұлатын алмай тұр ғой. Ой, балалар, біз сендерді ұстап тұрған жоқпыз. Бүгіннен бұлай енді қайда барғыларың келеді, сонда барыңдар. Рұқсат. Папа рұқсатын берді, алақай. Я, барыңдар. Енді ерік өздеріңде жұмысқа араластырмаймыз сендерді. Енді сен тұрыс, жүріңіздер. Жүріңіздер. Кеттік, бәрекел. Жүріңдер, балалар.
Ал, құрметті ата-аналар, достар, балалар, өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз мынау түрлі аудандарға біздің абыройымызды арқалап, түрлі секцияларға қатысып, жеңіспен оралып жатсыздар. Бұл бізді өте қатты қуантады. Енді марапаттау рәсімін бастап жіберсек. Шапалақ! Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, данышпан Абай айтқандай, ерінбей, жалықпай еткен еңбегінің арқасында шәкірттерінің жүрегіне жол таба білген мұғалім ғана нағыз ұстаз бола алады. Сәйкесінше ұстаздың төресі баланың бағыт-бағдар беретін ата-анасы болса керек. Отбасы баласын жастайынан біздің болашағымыздың көшбасшылары деп, армандарын дұрыс бағытқа жұмсай білсе, ол перзенттен үлкен, ұлы тұлға қалыптасары анық. Сәлем құрметті достар, егерде сіз үлкен киноға түскіңіз келсе, Қазпродакшн түсіргелі жатқан киноның кастингіне кел. Менімен бірге киноға түс.